Қайырлы күн, қалайсыздар? Көктемнің алғашқы күні, мерекесі, алғыс айту күні құтты болсын. Осы гүлдерді өте қатты ұнатамын, өсіремін. Осы жапырақтарын осылай ұстап, су құйып, сөйлесең, кәдімгідей күшті болып қаласың. Біріншіден көзің керемет әсер алады. Талада әппақ қар жатыр бізде. Күн әлі салқын. Ал жаңағындай үйде осындай жасыл гүлдер өсіп тұрғанда керемет әсер деп ойлаймын. Кәдімгідей сенің шаршауыңды бір басады. Керемет. Өзімде енді ондай көп гүлдейтін гүлдер жоқ екен. Женское счастье. Алдында көршінің мысығы келіп тістеп кетті. Мысықтар неге жақсы көреді екен деп осындай гүлдерді жеген. Міне бәрін тістеп кеткен. Қызым, мен жоқта қызым үйге кіргізіп алады, көршінің мысығын ойнайды, сосын оны мен сол әбден тістеліп қалған. Әлі гүлдеген жоқ бірақта. Мына гүлім үйге алып келгеннен кейін әлі гүлдемеді. Кеше тамырын қарадым. Тамыры жақсы. Енді алдында соңғы видеомда көрсеткен болатынмын. Хамидерия пальмасы. Мына жерінен үстіңгі топырақтарын алып тастадым. Мына мойын астының тамыры шыққан жерге дейін алып тастадым. Және де астынан су құйдым. Шеттері мынандай болып сарғайып тұр. Пока что осылай. Күндеріңіз сәтті өтсін. Әзірге осы гүлдерімді көрсетіп жатырмын. Жалпы гүл өсірген ұнайды өзіме. Сіздер гүл өсіресіздер ме? Қандай гүлдер өсіресіздер? Комментарийға жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. Хамидерия пальмасын қалай өсіресіздер айтып кетсеңіздер. Менде мына шет жапырақтарының нелері сарғайып кетіп тұр. Қайта сарғаяды, біресе қараяды. Сол бір нәрсесі дұрыс болмай тұр. Мына менің пальмам. Драценам. Мына жері конденсат, салқындау болғасын холодильниктің үстіне қойдым. Холодильниктің үстінде керемет болып өсіп тұр ғой. Сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Назарларыңызға рахмет.